енді басқа да аудандардан, орталықтан, облыстың орталығынан жіберіңіз, керекті қызметкерлерді осыны бір жағына шығарайық. Жол түрде тәртіп болмаса болмайды. Мынау көшедегі тәртіпте, мына жүргізушілердің тәртібі де осында қатаң бақылауға алу керек. Алдындағы басшыға мен бірнеше рет тапсырма бергем, тәжірибеге енгізгенбіз. Мысалы, анау Қармақшыдан Аралға жіберіп, Аралтікін Қармақшыға жіберіп, Жалағаштікін осында жіберіп, өйткені мына арада барлығы ағайын туыс болып кеткен, жасыратын ештеңкесі жоқ. Сөйтіп алмастыру керек. Даже көшедегі көлік қозғалысын да реттеу үшін орада да өте көп қазір ДТП. Барлығы таныс, ағайын, бірақ ол белгілі, шынын айту керек. Ол бәрі ауданда сондай, Жаңақорғанда да сондай, Шиеліде де сондай, Аралда да сондай, бәрі бір-бірімен араластырып, тәжірибе алмасады, бір шетінен жақсы жұмыс жасады, алмасы сонда бір тәртіп болады, орталықтан да жіберу керек. Мұнан өзіңіз қатаң бақылауға алыңыз.